Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы тұрлаулы мүшелер. Сабағымыздың мақсаты біздің білетініміз тұрлаулы мүшелер, біздің меңгеретініміз аудио жазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне келісу, келіспеу себебін, өз көзқарасын білдіру, пунктуациялық, орфографиялық қателерді тауып түзету. Өткенді қайталау үшін қазір біз тесттің жауаптарын тауып көрейік. Біріншіде түбір сөзді тап. Екінші сұрақ, түбірге жалғанған бөлік не деп аталады? Үшінші сұрақ, қосымшаның неше түрі бар? Төртінші сұрақ, жұрнақ деген не? Жалғау деген не? Сөз таптарын тап. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлем. Және А дыбысы қандай дыбыс болып есептеледі? Бұл жерде дәптерге тест деп жазамыз. Содан кейін бірінші сұрақты жазамыз. Бір дейміз да, жауабы А немесе Ә. Толық сөйлемді көшірудің қажеті жоқ. Бір және жауабы 2, жауабы 3, жауабы. Жақсы, олай болса тапсырманы орындап жібереміз. Әрі қарай бүгінгі күнді жазамыз. Сынып жұмысы, сабақты бастамас бұрын сөздік диктант жазамыз. Бізде келесі сөздер берілген: мұғалім, дәрігер, балықшы, арба, аңдар, нағашы, болат, емен, кітап, гүлдер. Сөздерді қатесіз, мұқият, сауатты жазамыз. Жаңа сабақтың тақырыбы бізде тұрлаулы мүшелер. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Бастауыш деп сөйлемде атау септік тұлғасында тұрып, ойдың иесі болатын тұрлаулы сөйлем мүшесін айтамыз. Баяндауыш деп сөйлемде бастауыштың қимылын, ісін, жай-күйін, кім, не екенін білдіріп тұратын тұрлаулы сөйлем мүшесін айтамыз. Біз білеміз, бастауыштың сұрақтары кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Бір сызықпен сызылады. Бастауыш бізде не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Екі сызықпен сызылады, есімізден шығармаймыз. Әрі қарай оқулықпен жұмыс. Сіздерге 17-ші жаттығу берілген. Оқы, сөйлемдерді сызбамен сәйкестендір. Қай сызба, қай сөйлемге сәйкес келетінін түсіндір. Қарлығаш ұшты, жаңбыр жауды, не қылды, нелер қайтты деген сұрақтар берілген екен. Дұрыстап сәйкестендіреміз, қатесіз, және бұл сөйлемдегі сөздер қандай сұрақтарға жауап беретінін табамыз. Әрі қарай 18-ші жаттығу берілген. Мәтінді түсініп оқимыз. Содан кейін мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Бұл тапсырма сіздерде ауызша. Бұл мәтін бойынша сұрақтарға сіздер аудио жазбамен жауап бересіздер. Маған жекеме әр оқушы аудио нұсқасын жіберу керек, жауаптың аудио нұсқасын. Әрі қарай ребустың жауабын табамыз. 19-ші жаттығуда шығармашылық жұмыс. Ребустың жауабын тапқаннан кейін қала сөзімен екі сөйлем құрап жазамыз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болуына назар аударамыз. Бір сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндіреміз, талдаймыз. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндіріп дәлелдейміз. Бірінші сөйлем, мысалы, отырар, қала десек. Бірінші сөйлемде бастауышты сипаттайды, өйткені өзі де бастауыш. Екінші сөйлем толық тұрлаулы болып табылады дейді. Екінші мысал, қалаға барамыз. Бұл сөйлемде сызықша қойылмайды. Себебі екеуі де әртүрлі мүшелер, ал екі сөзде бастауыштан тұратын болса, онда сызықша қойылады, жазамыз. Әрі қарай сізге тапсырма берілген адасқан суреттерді орнына қойды. Бірге қойайықшы. Кім деген сұраққа қай сұрақ жауап береді? Бірінші суретті қарайық. Бізде ата. Ата дұрыс, ата кім? Екінші сұрақ, құлпынай. Құлпынай не? Дұрыс. Алма не? Аққу не? Ал ғарышкер, бала, бізде кім деген сұрақтарға жауап береді. Әрі қарай бізде үйге тапсырма. Күнделікті енді ашайық, үй тапсырмасын жазайық, бүгінгі алған білімді ұмытпай есте сақтайық. Сіздерге 104-ші бетте ереже жаттау берілді, және қыс тақырыбына эссе жазамыз. Барлық тапсырмаларды мұқият орындап, жекеге жібереміз міндетті түрде.